Сәлем достар, қалайсыздар? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біздегі огородтағы малинаның арасын тазалау рубрикасы деймін. Малинаның арасын өліп-талып, тырмалап, тазалап, ішіндегі сынған, қурап қалған, жарамайды дегендердің бәрін тырмалап тастадым да, оның арасында уже ар жақтағы малинаның ортасына дейін тырмалауға тура келді. Малинаның ішін сақылдатып жинап, мусорларын бір шетке жинадым. Одан кейін малинаның бастарын кесу керек болады. Уже бүршік бастарын кесу керек. Сондықтан бастарын бәрін сақырлатып кесіп, арасында құрайғандарын бәрін кестім. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Менің каналыма жазылып кеттіңіздер. Әлі де ауылдың талай видеоларын түсіретін боламын.